Кофенің ең танымал алмастырғышы болып табылатын бұл өсімдіктің тамақ өнеркәсібінде пайдалану үшін өсірілетінін біліп пе едіңіз? Одан дайындалған кофе арқылы қан қысымын теңестіруге, жүрек соғу жиілігін жақсартуға, холестерин шөгінділерінен арылуға және жүктілік кезінде қолдануға болатынын білгіңіз келе ме? Сіз тұтынып жүрген бұл өсімдік туралы көбірек білгіңіз келсе, бізбен бірге болыңыз. Ендеше каналымыздың әрі қарай дамып, пайдалы ақпараттармен бөлісу үшін сіздерден каналға тіркеліп, қолдау көрсетуіңізді сұраймыз. Сіз үшін жай ғана нәрсе, біз үшін үлкен мотивация. Цикорий – көп жылдық қарапайым гүл, басқаша атаулары жол бойындағы шөп, жарты ай, көк гүл, жол бойындағы жүгері дегенде атаулары бар. Дүние жүзінде қоңыржай және субтропиктік аймақтарда өсетін 8 немесе 10 түрі кездеседі. Ежелгі заманнан бері дәрілік өсімдік болып табылады. Әйгілі дәрігер Ибн Сина Авиценна оны асқазан, ішек жолдарын емдеу үшін қолданған. Өсімдіктің тамыры дәрумендерге, ақуызға және таниндерге, органикалық қышқылдар мен минералдарға өте бай. Жүйке жүйесіне оң әсер етеді. Еріген сусынының көмегімен ұйқысыздықты ұмытып, көңіл күйіңізді қалыпқа келтіре аласыз. Ол жүйке талшықтарына үлкен көмек көрсетеді. Ішек микрофлорасын жақсартуға көмектеседі. Дәрілік өсімдік құрамында инулин бар. Ол ішектің ішіндегі пайдалы бактериялардың көбеюін қамтамасыз етеді. Олар денені микробтар мен вирустардың әсерінен қорғайды. Еритін цикорийді арықтауға пайдалануға болады. Метаболизмді қалыпқа келтіреді. Майлардың денеге сіңуін бәсеңдетіп, ағзаны токсиндерден тазалайды. Цикорий қант диабетіне өте пайдалы. Оның құрамында глюкоза деңгейін төмендететін заттар бар. Суық тию кезінде қызу, бастың ауруы, тамақ ауруы және басқа аурулармен күресу кезінде цикорийді қолданып, жақсы нәтижеге жетуге болады. Кофенің орнына бір кесе цикорий ішсеңіз, ерекше қуат дозасын ала аласыз. Кешке, күннің соңында цикорий керемет седативті болады. Микробқа қарсы агент. Ауыз қуысының шырышты қабатында өмір сүретін зиянды бактерияларды оңай жояды. Нәтижесінде ауыз қуысы ауруларының ықтималдылығы төмендейді. Бауыр, бүйрек және көкбауыр ауруларын емдеуге көмектеседі. Тәбетті қалпына келтіреді. Иммунитетті көтеріп, жүрек бұлшықеттерін күшейтеді. Егер сіз цикорийді әлі тұтынбаған болсаңыз, онда ойланбай міндетті түрде қолданып көріңіз. Ол адам ағзасын сауықтырып қана қоймай, ақшаңызды үнемдеуге көмектеседі. Өйткені оның бағасы шайға немесе барлығының сүйікті кофесіне қарағанда әлде қайда аз. Біздің арнаның көрермені, сіздің денсаулығыңыз сізге аманат екенін ұмытпаңыз. Каналға тіркеліп қолдау көрсетіңіз. Жүктілік кезінде цикорийді кофенің орнына ішіңіз. Себебі кофеин анаға да, балаға да өте зиян екенін біліңіз. Құрамында инулин бар. Цикорийді тұрақты қолдану кезінде іш қатудан құтылуға болады. Іш қату жүктілік кезінде өте сирек кездеседі. Балғын цикорий тәбетіңізді жақсартады. Бауыр мен ұйқы безін қалыпқа келтіріп, тітіркендіргіш, күйдіргіш пен диспиозды жеңілдетеді. Құрамында ұйқысыздық, депрессия және көңіл күйдің өзгеруіне қарсы тұратын дәрумендер жеткілікті. Денеңізді токсиндерден, ауыр металдардан тазартады және жүктілік кезінде көп жұмыс істеуге тура келетін жүрекке көмек. Цикорийді семіздікпен күресте көмекші ретінде пайдалануға болады. Цикорийдің негізінде тұнбалар дайындалып, ол терінің тітіркенуі мен қабынуы. Оның ішінде экзема үшін өте тиімді дәрі ретінде қолданылған. Цикорийдің танымал болуының сыры гүл түбірі дәрумендерге, глюкоза және таниндерге бай болуында. Одан ұнтақ жасалады. Оның негізінде кейіннен керемет сусын дайындалады. Панкреатит пен гастрит кезінде цикорийдің көмектесуі мүмкін бе? Панкреатит кезінде еритін цикорийді қолдануға болады. Өйткені оның құрамында ұйқы безінің жұмысын жақсартатын инулин бар. Панкреатит кезінде цикорий тамырынан дайындалатын 2 рецептті назарларыңызға ұсынамыз.
Тамырын ұсақтап турап, жақсылап қуырыңыз. Кішкене ыдысқа 1 стакан су құйыңыз. Алынған ұнтақтың 20 грамын қосып 10 минут қайнатыңыз. Содан соң сүзгіден өткізіңіз. Тамақтанар алдында 1 сағат бұрын 1 ас қасық ішіңіз. Жарты стакан қайнаған сумен 1 қасық цикорий ұнтағын араластырып, аздап сүт қосыңыз. Гастрит кезінде еритін цикорийді қолдануға болады, бірақ шектеулері бар. Мысалы, қышқылдығы жоғары гастрит кезінде немесе эрозиялық түрдегі гастрит кезінде шырышты қабаттар зақымдалған кезде ішуге мүлдем тыйым салынады. Қолданар алдында дәрігермен кеңесу керек. Гастрит кезінде цикорийді қалай ішуге болады? Цикорийдің 1 ұсақ ұнтағын кесеге салып, үстіне қайнаған су құйыңыз. Қант пен сүтті дәміне қарай қосып ішсеңіз болады. Күнделікті дозасы 3 кесе. Тұндырма түрінде 5 ас қасық ұнтақты термосқа салып, оған жарты литр қайнаған су құйыңыз. Термостың қақпағын жауып 2 сағат күтіңіз. Тамақтанар алдында сусынның 200 грамын тұрып ішіңіз. Цикорийді сорпа түрінде де қолдануға болады. Қазанға 1 литр су құйып, оған жарты кесе цикорий ұнтағын қосып, қазанның қақпағын жауып 30 минут қайнатыңыз. Дайын болған сорпаның 1 ас қасығын тамақпен бірге қолданыңыз. Қорытындылай келе, цикорийді пайдалы жағынан қолдануға болатынын айтқымыз келеді. Жағымсыз салдарының алдын алу үшін өнімді тұтынар алдында дәрігермен кеңесуіңіз керек. Цикорийді қолдану сіздің ағзаңызға кері әсерін тигізуі мүмкін. Егер сізде осындай кері әсерлер болса, өкінішке орай сізге цикорийді қолдануға болмайды. Варикоз және әртүрлі қан тамырлары аурулары бар науқастарға қатысты. Геморрой кезінде цикорийдің кішкене тостағанының өзі дәрі-дәрмектің әсерін зақымдауы және бейтараптандыруы мүмкін. Гастрит кезінде цикорийді дәрігермен кеңескеннен кейін ішу керек. Науқасты егжей-тегжейлі тексеруден өткізгеннен кейін дәрігер аурудың кезеңін анықтайды және үкім шығаруға мүмкіндік алады. Егер сіз салмақ тастағыңыз келсе, оны ішуді тоқтатыңыз. Себебі цикорий тәбетті жақсартады. Ал үнемі шамадан тыс тамақтану салмақ қосудың тәсілі. С дәрумені аллергия тудыруы мүмкін. Ал цикорийдің құрамында С дәрумені өте көп. 3 жасқа дейінгі балаларға қолдануға тыйым салынады. 3 жастан асқан балаларға түнде ұйықтар алдында беруге болмайды. Себебі олардың күш қуаты тасып, түні бойы ұйықтай алмауы мүмкін. Цикорийдің зияны аз, бірақ олардың болуы туралы ұмытпаған жөн. Егер сіздің денсаулығыңыз дұрыс болса, сіз сусынды еркін ішіп, денеңізді сауықтыра аласыз. Қымбатты көрермен, сіздің денсаулығыңыз сізге берілген аманат. Оны бағалап, ауырмаудың жолын қарастырғаныңыз дұрыс. Сымбатты да сергек жүру үшін пайдалы тағамдарды қолданып, салауатты өмір салтын қалыптастырыңыз. Сіздермен бірге Шипагер арнасы, қазақ тілді арнаны қолдап каналға тіркеліңіз. Лайк басып, пікір қалдырыңыз. Сіз үшін жай ғана нәрсе, біз үшін үлкен мотивация.